Ер адамнан қарағанда әйел адам ер адамға көп жақсылық жасайды. Оның жақсылығының қасында біздің ер адамның жақсылығы өте аз. Осы нәрсеге тағы да бір қосып кетейін. Алдыңғы видеода айттым ғой, 20-25 жасымыздан үйленеміз, бізді өлгенше 85-100-ге келесің ба, сенің әйелің сенің қызметіңді жасап, қол сияқты бүкіл шаруаңды, тірлігіңді жасайды, ұрпағыңды жалғастырады. Оның еңбегі көп енді айта берсек. Ал біз тек ақша табамыз, үй жағдай, тамақ киімін тауып берсек болды деп ойлаймыз. Соның өзін біз артық істеп жатырмын деп ойлаймыз. Егер сен әйеліңе жылулық, қамқорлық, жақсы қарау, көңіл бөлу, еркелету, әйеліңді сондай керемет бақытты қылып жүретін болсаң, міне сол кезде сенің жақсы еңбек етіп жатқаның. Мықты еркектің, ақылды еркектің амалын жасап жатсың да, бірақ сен әйеліңе айта алмайсың, мен сенен көп жақсылық жасап жатырмын. Әйел адам эмоционально ашуланады, ренжиді, сөйлейді, бірақ сен соның бәрін еркек болып көтеріп жүрсің да. Әйел ғой, қисық қабырға ғой, сондай нәзік қой деп оны ренжітпей, жылатпай жүрсің. Бірақ сен оны міндет қылып айта алмайсың, сана салмайсың, егер ақылың болған еркек болсаң. Міне сондай еркек болуға мен шақырам. Жарайды, көп жақсылық жасап отқан шығарсың. Әйеліңнен қарағанда сен көп жақсылық істейтін шығарсың. Бірақ сен еркек болып санаспауың керек та. Мен көп істедім, мен көп жасадым деп. Мәрттік қылып, жомарттық қылып еркек адам сенің жақсылығың көп, сенің арқаңда, сенің несібеңнен, сенің қолдауыңнан, сенің осындай жақсы әйел болғаныңнан мен сондай мықты еркек болып жүрмін деп айтатын болсаң, міне нәпсің сені сол нәрсені айтқызбайды, жасатпайды, мен жасап жатырмын деген сияқты, немесе әйелің сені бағаламайды, сыйламайды, қолдамайды деген сияқты әйелімізді жаман көрсетіп қояды. Сол үшін өз нәпсімізбен күресу керек, өз дұшпанымыз. Ең мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең, мықты болсаң, өзіңнің нәпсіңді жем деген. Өзіміздің нәпсіміз дұшпан. Ер адамдар, біз әйелдермен күресіп кетіп жатырмыз қазір. Өз нәпсімізбен күресейікші. Бәрі жақсы болады, бәрі керемет болады. Мына ақымақ еркектер қазір қоғамда ақыл айтып, жігіттерді бұзып жатыр да, әйелдерге қарсы қойып жатыр да бізді. Сол үшін сондай нәрсеге алданбаңыздар. Әлсіз еркектер солай айта береді. Сыйламайтын, тыңдамайтын, мінез көрсететін әйелдерді жіберіңдер, қатын болмайтын адамды. Немесе ол саған бағынып бір саты төмен тұрып айтқанның бәрін жасау керек деген сияқты әйел адамды түсінбейтін сондай ақымақ әлсіз еркектер айта береді, оттай береді, ондайды тыңдамаңыздар. Құдай өзіңе лайықты әйел берді ма, сен соған жақсы қарауға, бақытты болуға, күшің де, энергияң бәрі жетеді. Просто өз-өзіңмен күресіп, сол ақылыңмен жұмыс жасасаң.